болсаң чемпион бола алмадыңдар. Осы жылы 100% чемпион боласыңдар. Майда шүйде командаларды өздерің жеңе алатын шығарсыңдар. Ал Ақтөбе, Қайрат сияқты мықтылармен болғанда төрешілермен өзім сөйлесем. Егер мүмкіндік болса, сол командалармен келісіп те қалармыз. Осы жыл Қайраттың 60-жылдығы. Елдің бірінде Қайрат чемпион болады деген өсек таратып, жыл соңында тосын сый жасайық халыққа. Келістік, командаңды жасақта. Бір-бірімізге көмектессек дейсіз ғой. Кімге жеңіс керек, сол кезде бір-бірімізге айтып отырсақ. Келістік. Естідіңіз ба? Қайрат Ақтөбені 7-1, Шахтерді 6-1 қылып ұтыпты. Шамамыз жетпейтін сияқты. Қорықпа, маусымның соңында қысым қаламыз. Ақтөбенің басшысымен ақылдас. Келісімді матчтарға қалай қарайды екен. Келісіп қойды, ол 2-ші орын мен кубоктан дәмел екен. Келістік, командаңды жасақ. Юрий көке, мен ұлттық құрамаға алыңызшы. Алмаймын, сен бәрібір қисық-аяқ. Көке, жалақымның 50% сізге. Жарайды, мені ұятқа қалдырма, уәдеңді ұмытпа. Онсыз да мені бәрі ағаш деп атайды. Биылғы жыл керемет болды. Біз 1 миллион евро алдық. Екінші құраммен ойнағандарыңа рахмет. Әйтпесе қол алып қопарылатын едік. Ешкім бұл жайлы ешкімге айтпасын. Әйтпесе бәріміздің басымыз кетеді. Онсыз да бір жас жігіт құпылы туралы мультфильм жасайын деп жатыр дейді.